бермей көрген оны істеп отырмын жағаға мініп отырады. Егер осы видеоны көрген болсаңыз, соңына дейін тыңдаңыз. Колесадағы шалдың дауысын салатын мошенник 2 жылдан бері қаншама қазақты ақшаға алдап келген. Оның ішінде 600 мың, 800 мың теңгеге дейін алданғандар бар. Бір қызығы, ол номерін ауыстырмай, бір номермен бірнеше адамды алдаған, яғни наглы алдаған. Бірақ әлі ұсталмаған. Қазақстанның түкпір-түкпірінен әркім заявление жазады, бірақ ол іс қаралмайды. Не үшін? Мүмкін артында біреу тұрған шығар. Құрметті қазақстандық блогерлер, заңгерлер, қазаққа жаны ашитын, қолы ұзын, сөзі өткір ағалар. Мына алаяқты ертерек ұстамасақ, әлі талай қазақ алданайын деп тұр. Қазірдің өзінде алданғандардың саны жеткілікті. Мен TikTok арқылы WhatsApp'тан группа ашып, 20 шақты адамды жинадым. Ал егер сіз де алданған болсаңыз, немесе сіздің танысыңыз алданған болса, осы WhatsApp нөмерге жазыңыз, сізді чатқа қосып қоямын. Бірінші мәселе, алданғандардың басын біріктіру. Екінші мәселе, бізге өз ісін жақсы білетін, адал атқаратын заң өкілі керек. Үшінші мәселе, бұл видеоны барлық чаттарға, группаларға, Инстаграмға, TikTokқа, барлық жерге таратайық. Блогерлерді белгілейік, блогерларға өтініш жасайық, барынша таратайық. Өйткені бұл алаяқты ұстау оңайға түспейтін сияқты. Ал егер сіз бұл видеоны көрмеген болсаңыз, түсінбей жатқан болсаңыз, YouTube'қа мошенник шал деп жазсаңыз, менің түріммен видео шығады. Сол жерде қалай алдайды, қандай схемамен алдайды, барлығы көрініп тұр. Немесе мен TikTok профиліме өтсеңіз көруге болады, бірақ ол жерде екінші бөлімін TikTok удалить етіп тастап жатыр. Ендеше бізге сәттілік, бізді қолдап, видеоны барынша таратып жіберсеңіздер біз үшін үлкен көмек. Өзінің қазағын ақша үшін алдап, қаншама адамды зарға қақсатқан алаяқты ұстап, жазасын беріп, халықтың алдына шығарайық.